650 мың мұғалім бүгін бізден осы сұраққа жауапты күтіп отыр деп. Берген уәделеріңіз орындалмаса кім жауап береді деп. Сол кезде сіз бәріміз жауап береміз дегенсіз. Арғы жағын іштеріңіз білсін әлуай. Уәде сол реформа не болды? Неге нәтиже жоқ? Осыған қысқаша жауап берсеңіздер. Бүгінгі таңда жекеменшік мектептерге жалпы балалар барғысы келмейді. Оның ішінде аз қамтылған отбасылардың балалары барғысы келмейді. Неге? Сол биыл қайталана ма, қайталанбай ма? Соған нақты жауабыңызды берсеңіз, енді мұғалімдер соны күтіп отыр ғой. Биыл қайталанбайды деп ойлаймыз, себебі Ойлайсыз ба, жоқ қайталанбай ма? қайталанбайды. Жоқ болса неге осындай ақпаратты әлеуметтік желіде тарататын адамдарға жүген салмайсыздар? Арыз бола тұра. Асхат Ниязовқа арыз жазғыш министрлік осыған шамасы келмей отыр ма? Мынандай бос орындар жөнінде проблема бар. Сонда ол нені сұрақты мен өзімде қалдырамын. Мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Әріптестер, жалпы отырыстың күн тәртібіндегі келесі мәселеге көшейік. Өңірлерге шығу барысында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарына келіп түскен азаматтардың өтініштерін мемлекеттік органдардың қарау нәтижелері туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Қасымқызы Дүйсенованың ақпараты туралы. Негізгі баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Қасымқызы Дүйсеноваға беріледі. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, үкімет мүшелерінің атынан сіздерге бірлесіп атқарған ауқымды жұмыс үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Өткен жылдың қазан айында сіздердің өңірлерде жұмыс сапарларыңыздың аясында тұрғындар көтерген мәселелерді егжей-тегжейлі қараған болатынбыз. Жалпы алғанда 1700-ден астам сұрақтарды жүйелеп, олар бойынша нақты қандай шаралар қабылданғаны туралы есеп берілді. Бұл формат өзінің тиімділігін көрсетті. Бүгін дәстүрлі түрде сіздерге қаңтар айында келіп түскен тағы да 1000-ға жуық сұрақтар бойынша баяндама жасаймыз. Олардың орындалуы барысы үкіметтің ерекше бақылауында тұр. Жүйелі мәселелердің басым бөлігі өз шешімін тапты. Оларға қазір тоқталамын. Жекелеген сұрақтарға менің әріптестерім сіздерге жауап беруге дайын. Рахмет, Тамара Қасымқызы. Орныңызға отыруға болады. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшейік. Сұрақ қоямын дейтін депутаттар өте көп. Қазірдің өзінде 23 депутат жазылыпты бізде. Сондықтан регламентті әріптестер қатаң сақтауға шақырамын. Бірінші сұрақты қоятын бізде депутат Толықбаев Мақсат Мәлікұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мен сұрағым жаңа ғана баяндама жасаған Тамара Дүйсеноваға. Енді біз ертең ел аралаймыз. Міндетті медициналық сақтандыру қорына наразы ел тағы да шағымын айтатын болады. Әсіресе мына облыс орталықтарындағы ауруханалар бюджеттің тапшылығын көріп, миллиардтап қарызға батып жатқандығы туралы біз әріптестермен осы жерде бірнеше рет мәселе көтердік. Науқастар сол баяғыша дәрігердің кезегін апталап күтеді. Мәселен, экстренный операция дейміз. Бір науқас жол апатынан бірнеше жарақат алуы мүмкін, бірақ сақтандыру әлі күнге дейін бір сүйекке ғана төлейді. Соның кесірінен кредиторлық берешекке өтеу үшін бірнеше рет жергілікті бюджет пайдаланып жатыр. Міндетті медициналық сақтандыру қоры қосымша қаражат бөлгенімен жағдай қайта қайталанып жатқанымен тағы да ескертемін. Күні кеше біз бірқатар аймақтарда ауруханалар санаттары үшін сыйақы төлеуді тоқтатқаны туралы ақпарат алдық. Бірқатар стационарлардың мына жай еңбек ақыға кететін шығыны аурухана бюджетінің 90%-ын құрайды. Бұның себебі оның ішінде қордың тарифтік саясаты, қызметтерді есептеу, төлеуде қолданылатын тәсілдер, сызықтық дейміз, линейный шкала, айыппұлдар тағысын тағы. Мұнда парламентке бізге қор, сондай-ақ медициналық қызметкерлерге ақы төлеу жүйесін түбегейлі реформалауға бірнеше рет уәде етілген еді. Сонымен сол уәде, сол реформа не болды? Неге нәтиже жоқ? Осыған қысқаша жауап берсеңіздер. Тамара Қасымқызы. Рахмет сұрағыңызға, құрметті депутаттар. Кредиторлық қарыз жөнінде үлкен мәселелер бар. Қазір үкімет 3 бағытта жұмыс істеп жатыр. Біріншіден 48 қазіргі медициналық мекеме келіп түскен есептерінің барлығын қор қайтадан тексеріп жатыр. Расын айту керек, берілген есептерде үлкен айырмашылықтар бар. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, Мақсат Мәлікұлы жаңа өзіңіз көтерген үлкен мәселе тарифтер жөнінде. Бізде бір аурулар бойынша 2012 жылдан бастап, екінші бір аурулар бойынша 2015 жылдан бастап тарифтер көтерілмеген. Сондықтан 5 бағыттағы тарифтерді қазір көтердік. Бірінші
июльден бастап сол жаңа тарифте ол қаражат төлене бастайды. Ол негізінен балалардың неврологиясы, балалардың ревматологиясы, босану мәселелеріне қарасты бағыттар. Онан кейінгі 10 бағыт жаңағы көбірек біздің кредиторлық қаражаттың негізі болып отырған кардиология, ортопедия, онкогематология бағыттары бойынша оны қыркүйекке шейін бітірмекшіміз. Сонан кейін қыркүйектен бастап ол осы тариф арқылы төленетін болады. Жалпы тарифтік мәселе қайта қаралмастан кредиторлық мәселелер шешілмейді. Себебі өзіңіз айтқандай 90% біз соңғы жылдары негізінен тарифте еңбек ақыны көтеріп барғанымызда басқа коммуналдық жаңағы расходтар, содан кейін дәрі-дәрмекке кететін қаражаттардың бәрі қаралмай қалған. Соның бәрін орнын толықтыру мәселесін биылғы жылы аяқтаймыз. Бұл ендігі жылға бұндай мәселелер көтерілмеу үшін. Үшінші әрине цифрландыру мәселесі, ол жөнінде толық жұмыс биылғы жылы аяқталатын болады. Депутат Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Менің сұрағым оқу ағарту министрінің өкіліне арналады. Құрметті Еділ Сабырұлы, жалпы мен екі сұрақ қойғым келеді. Бірінші сұрағым бұл еңбек демалысында жүрген ұстаздарымыз, 650 мыңнан астам ұстаздарымыздың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселесі өздеріңізге белгілі. Мәмстің аясында жарналар ай сайын аударылып отырады. Бірақ біздің ұстаздарымыздың еңбек демалысы 56 күн 2 айдан астам уақытты қамтиды. Бұл ретте аударымдар бір төлеммен жүргізіледі, яғни бізде мұғалімдеріміз жазда бір айда осындай сақтандырусыз қалған кездері өте көп болды. Бұл үлкен проблема болды. Біз енді бұған қатысты жаңа Тамара Қасымқызы да өз баяндамасында атап өтті, штаб құрылды, денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бекітілді. Бірақ дегенмен бізді тыңдап отырған 650 мың ұстазға нақты айтсаңыз, практикалық орындалуы қандай? Биылғы жылы олар сақтандырусыз қалмай ма? Медициналық тексерілуге қатысты қалай болады? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрағым, бізде жекеменшік мектептер ашыла бастады. Оған міндетті түрде тапсырыстар енгізіле бастады. Неге? Өйткені жекеменшік мектептер біздегі 3 ауысымды мектептер проблемасын шешуге негіз болды. Бірақ бүгінгі таңда жекеменшік мектептерге жалпы балалар барғысы келмейді. Оның ішінде аз қамтылған отбасылардың балалары барғысы келмейді. Неге? Өйткені ол жерде оқулықты, кітапты өздері алуына тура келеді. Ал мемлекеттік мектепте кітапты олар мектеп береді. Біз бұған қатысты түзету бергенбіз. Күні кеше бюджет кодексындағы берген түзетуіміз қайтып келді. Үкімет тарапынан қолдау таппады. Жалпы бұл үлкен проблема. Бұл проблеманы шешуге байланысты енді не айтасыздар? Бұны қалай шешеміз? Осыған қатысты екі сұрағым. Рахмет. Оқу ағарту министрінің өкілі микрофонын қосыңыздар. Жұлдыз Досбергенқызы, сұрағыңызға рахмет. Өткен жылы шынында да мынау мәмс төлемдеріне байланысты проблема болды. Бұл еңбек демалысының ұзақ уақыты бір айдан асатын барлық сала қызметкерлеріне қатысты, оның ішінде педагогтерге қатысты болды. Өткен жылғы проблемаларды ескере отырып, біз денсаулық сақтау министрлігімен және осы міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының өкілдерімен бірге біраз жұмыстар атқардық, жұмыс тобы құрылды. Нәтижесінде бір ұстаным әзірленді. Тиісінше денсаулық сақтау министрлігінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қағидаларын айқындайтын бұйрығына сәуір айында биылғы өзгерістер енгізілді. Оған сәйкес қазіргі таңда мәмс төлемдері педагогтардың әр айды бөлек көрсете отырып, бірақ бір төлеммен енгізу тәртібі енгізілді. Міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры тарапынан біздің ұйымдастыруымызбен барлық білім беру ұйымдарында, білім бөлімдерінде бухгалтерлерді оқыту жүргізілді. Оның ішінде атап өтуіміз керек, мынау бухгалтерлық есеп бағдарламаларына біз мынау әр айды көрсете отырып бір төлем жасайтын суит файлды кіргізу бойынша өзгерістер енгіздік. Бұл мәселе биыл қайталанбайды деп сенеміз. Екінші мәселеге қатысты, жекеменшік мектептерге қатысты, өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасының 77-ші тармағына сәйкес оқу ағарту министрлігімен жергілікті әкімдіктерге бастауыш сыныптар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасыдағы балаларды тегін тамақпен қамтамасыз ету бойынша тапсырма берілген болатын. Өткен жылы елімізде бірінші қыркүйектен бастап 1,6 миллион бастауыш сынып оқушылары, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, оның ішінде 97 мың мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының балалары, және 220 мың 5-ші және 11-ші сынып
оқушылары әлеуметтік аз қамтылған топтағы тегін тамақпен қамтамасыз етілді. Алайда қолданыстағы заңға сәйкес тегін тамақпен қамтамасыз ету мемлекеттік мекемелерде ғана жүзеге асырылады деп көрсетілуіне байланысты заңнамалық мәселе туындады. Министрлік қазіргі таңда барлық әкімдіктердің қолдауын ала отырып, мына балалардың мәжілісте жатқан балалардың құқықтарын қорғау туралы заңның аясында осы норманы енгізіп отыр. Осы норма енгізілгеннен кейін барлық жеке мектептерде де тегін тамақпен қамтамасыз ету заңдық тұрғыдан шешілетін болады. Бұл ретте айтуымыз керек, іс жүзінде көптеген әкімдіктер өздерінің қаулысымен, айтап айтсақ Шымкентте бұл мәселені шешіп отыр. Оқулықтарға қатысты айтатын болсақ, оқулықтарға қатысты да шешім бар. Әкімдіктер бұл қаражатты қолдады. Қазіргі таңда үкіметтің қорытындысы әзірленуде. Бізде бұл мәселені заң тұрғыдан шешеміз. Ал практикаға қарайтын болсақ, біз күнделікті өңірлермен жұмыс жасап отырмыз. Бұл мектептерде оқитын әлеуметтік аз қамтылған балаларға оқулықты жеткізуді әкімдіктер ұйымдастыратын болады. Рахмет. Жаңа Жұлдыз Досбергенқызы айтты ғой, 650 мың мұғалім бүгін бізден осы сұраққа жауапты күтіп отыр деп. Былтыр мемлекеттік сақтандыру осы қолжетімділігі болмай проблема болды ғой солай, Жұлдыз Досбергенқызы. Соны айтып отырсыз ғой сіз. Сол биыл қайталана ма, қайталанбай ма? Соған нақты жауабыңызды берсеңіз, енді мұғалімдер соны күтіп отыр ғой. Биыл қайталанбайды деп ойлаймыз, себебі... Ойлайсыз ба, жоқ, қайталанбай ма? Қайталанбайды. Қандай механизмдар оған, қандай, Тамара Қасымовна, сіз жауап бересіз ба? Негізі мемлекеттік сақтандыру мәселесі бүгін міне жаңа 3 сұрақ қойылды, соның 2 сұрағы осыған байланысты міне. Сондықтан бізге өңірлерге барғанда да сайлаушылардың қойып отырған мәселесі осы, көп мәселе бар міне. Соған Елан Жақанұлы жаңа тағы да бір жауап беріңіз. Еділ Сабырұлы айтқандай толық инфалар қабылданды. Осы алдыңғы аптада мен барлық облыс әкімдерін жинап, салық инспекциясын қосып, енді әрбір бухгалтер бір платежка еңбек ақысын төлейді, оның астына 3 тізіммен береді, жаңа 3 айлық отчислениясын жазып беретін болады. Сондықтан оны қабылдайтын болды. Сондықтан бұл мәселе толық шешілді. Ең негізгі мәселе әрбір мектептің бухгалтері соны уақытында жасап шығару. Оны қазір біз оқу ағарту министрлігіне тапсырма ретінде бердік. Оны кім қарайды, оны әр мектеп қалай бухгалтер қалай жұмыс істейтіні? Облыс әкімшіліктерінің орынбасарлары мен сол жергілікті жердегі білім басқармаларына толық тапсырма бердік. Әр апта сайын өзіміз қадағалап отырмыз. Қанша мұғалім кеткенін, платежка түскенін түспегенін мәселесі жөнінде. Жақсы, депутаттар енді өңірлерге барғанда осы мәселені қарайды деп ойлаймын, әрқайсысы сол мектептерге барып қалай шешіліп жатыр. Былтыр тамыз айында ғой осы мәселе туындағаны. Көп бізге осындай арыз шағым түскен болатын, Тамара Қасымовна. Сіз өзіңіз осы үйлестіру жұмыстарын қолыңызға алсаңыз, өйткені менің есімде 2 министрліктен Жұлдыз Досбергенқызы 2 түрлі жауап келді. Солай ма? Микрофон қосыңыздар, Жұлдыз Досбергенқызы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Біз 2 министрліктен 2 түрлі жауап келді. Біреуінен ай сайын деді, біреуінен 1 рет жаңағы айтып отырған, 1 рет төлем кетеді, бірақ ол 3-ке бөлініп кетеді деді. Сондықтан да біз өзімізде де түсінбеушілік болмас үшін ертең өңірлерде халықпен кездескен кезде нақты бір жауап болу керек. Сол үшін қайта-қайта қойылып жатқан сұрақ. Жақсы, енді бұл мәселемен Тамара Қасымовна өзіңіз айналысқаныңыз дұрыс болады. Депутат Сарым Айдос Амроллаұлы. Рахмет, құрметті төраға. Менің 2 сұрағым бар, екеуі де ФОМС, мәмс деген мәселеге қатысты. Бірінші сұрақ денсаулық сақтау министрлігіне. Барлықтарымыз өңірге шыққан кезде ең көп шағым түсетін мәселенің бірі осы ФОМС. Ай сайын әріптестерім айтып өтті, азаматтар жалақысын медицина сақтандыру мәселесіне жалақыларын аударады. Олар тиісті тегін көмек ала алмай жатыр. Осыған көмек көрсетпеген жағдайлар туралы көп шағым бар. Пациенттер арнайы мамандардың дәрігерлердің қабылдауын ультрадыбысты, КТ, МРТ, басқа деген мәселелерді айлап күтетін болды. Нәтижесінде енді жаны қиналған азаматтар частный клиникаларға барып өткізуге амалсыздан барып отыр. Оны көп ақша төлейді. Осыған байланысты бірінші сұрақ, министрлік осы мәселені шешу үшін не істеп жатыр? Екінші мәселе, екінші сұрақ Тамара Қасымовна өзіңізге. Мынау енді ФОМС деген енді үлкен мәселеге айналып баратыр. Бірақ енді түпкілікті мақсаты, түпкілікті проблемасы, оның артында адам жоқ.
Мінекей бізде жақсы болсын, жаман болсын, енді өзіңіз осы мәселені жақсы білесіз. Зейнетақы қорларына қатысты барлықтарымыздың компьютерімізде, соткамызда приложение бар, көріп отырмыз. Осыншама ақша түсті, осыншама жағдай болды деп. Фомс дегеніміз бір майшелпек. Осыған мысал үшін азаматтардың жаңағы бір арнайы тетігін, басқасын көрсететін мүмкіндік бар ма? Біз мысал үшін ай сайын ақша аударып жатырмыз. 10 жылда бір баратын шығармыз, 5 жылда бір баратын шығармыз, басқа дегендей. Бірақ осы жауапкершілік мәселесін және азаматтардың әрқайсының өзін көрсетудің мүмкіндігі бар ма? Осыған жауап берсеңіздер. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі. Микрофон қосыңыздар. Айдау Самироллаевич, сұрағыңызға рахмет. Жалпы мәмс жүйесіне қатысты қазір таңда сын пікірлер көп. Оны депутаттар да біздің өңірлерге шыққан кездерде, халықпен кездескен кезде де сұрақтар осындай көп туындап жатыр. Соған қарамастан, жалпы мәмс жүйесі бұл халықаралық деңгейде өзінің сынақтан өткен азаматтарды қорғауға арналған өзінің дәлелі бар жүйе. Соған қарамастан, осы бағытта біз бүгінгі таңдағы медициналық көмектердің қолжетімділігін ескере отырып, сапасын ескере отырып, жүйелі түрде жұмыс жасалып жатыр министрлік тарапынан. Оның бірінші жаңағы тоқтай кететін мысалы негізлерінде. Біріншісі бұл ақпараттық жүйелердің бүгінде интеграция жоқтығы. Өйткені қай жерде қандай азаматқа қандай қызмет көрсететін туралы ондай ақпараттар бүгінде әртүрлі ақпараттық жүйелерде бекітілген. Ол 20-дан астық ақпараттық жүйе. Соны біз ықпалдастыру жұмыстарын бастадық. Сонымен қатар өкінішке орай көп медициналық ұйымдарда мына азаматтардың, пациенттердің жазылуына тежегіш факторлар бар. Ол бірінші кезекте мысалы онлайн жазыла алмайды. Жаңа регистратураға немесе дәрігерге тікелей жазылады. Бүгінгі таңда егер статистикаға жүгінетін болсақ, онлайн жазылатын, дәрігерге жазылатын жүйеде 4%-ның төңірегінде, қалған 95%-дан асығы бұл регистратурада болмаса дәрігерге тікелей жазылуға тура келеді. Ол дегеніміз әртүрлі себептерден дәрігерлерге жаңа бір апта, 2 аптаға уақыттарын жылжытып отырады жазылудың. Сонымен қатар осы проблеманы жою үшін біз қазіргі таңда жұмыс бастадық. Онлайн жазылуды 50%-ға дейін жеткізу жылдың соңына дейін. Екінші мәселе бұл арнайы мамандар, дәрігер мамандар. Бүгінгі таңда онлайн форматта олар тек қана 40%-дан аспайды жазылу. Қалғанның бәрі жаңағыдай регистратурада болмаса дәрігерде тікелей жазылады. Сол себепті 2 айға дейін, 3 айға дейін мерзімнің созылуына алып келеді. Осы мәселені қарау үшін біз жаңа 40%-дан жылдың соңына дейін 80%-ға дейін жеткізу қарастырып отырмыз. Тағы да мәселенің біреуі бұл өкінішке орай дәрігерлер адамдарды емдеудің орнына компьютермен көп отырады. Әртүрлі деректерді қолымен толтырып, осы мәселені қолға алдық. Осы тамыз, қыркүйек айларында оны мәселені жоюды жоспарлап отырмыз. Уақыт үнемдеу. Сол арқылы дәрігерлердің уақыттарын, дәрігерге пациенттерге қарау уақыттарын үнемдеп, жазылу графиктерін оңтайландыру жұмыстары атқарып жатырмыз. Сонымен қатар қаржының бүгінгі таңда жетіспеушілігі, соған байланысты біз тарифтерді қайта қарау жоспарлы биылғы жылы қарап отырмыз. Біраз мемлекеттік медициналық көмектердің тарифтердің қайта қарау. Сол арқылы медициналық қызметтерді қолжетімділігін және көлемін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Осының бәрін ескере отырып, бүгінгі таңда мәмс жүйесін қалдыру бұл дұрыс шешім деп есептейміз. Осы бағытта жаңа кем-кетік жұмыстарын жақсартамыз. Рахмет. Депутат Зайытов Ринат Рифхатұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Құрметті Тамара Босымбек-қызы, сессия басында есіңізде болса, мен сізге бір сұрақ қойған едім, берген уәделеріңіз орындалмаса кім жауап береді деп. Сол кезде сіз бәріміз жауап береміз дегенсіз, арғы жағын іштеріңіз білсін әлуай. Қай уәделеріңізде тұра алдыңыздар, қай уәделеріңізде тұра алмадыңыздар. Нақты сайлаушылармен байланысқа келейік. Мен сіздерге 10 сауал жолдадым осы сессияда, соның 2-ін ақ мысал қыла салайын. Ұлттық бірыңғай тестілеу туралы былықтардың бәрін айтып берген кезде, сіздердің шығарған нәтижелеріңіз сол ұлттық тестілеу орталығына өмірі басы даудан айырылмайтын Абдрасиловты әкеп қойдыңыздар. Рахмет. Айтыскер ақындар мен жүріс-термешілер одағынан ғимарат туралы сұрақ қойып едім. Сіз жерден жеті қоян тапқандай Алатау дәстүрлі өнер театрында олардың ғимараты бар дедіңіз. Барып көріңіз. Ол жер 20 квадрат жер.
300-дей мүшесі бар одаққа бұл ғимарат деп айту меніңше ұят. Енді нақты сұрақтар. Оқу ағарту министрлігіне қатысты бізге бір қатар шағымдар түсті. Қазақстанның бәленбай мектептерінде ата-аналардан, мұғалімдерден ақша жинап жатқан фактілері. Осы қай қаулыға, қай заңға негізделген ақша жинау? Осыны айтуыңыз сұрайым. Екінші, сүйікті министрлігіміз Мәдениет және ақпарат министрлігіне қатысты. Бірінші сұрақ анықтап алу үшін бізде қанша ақштың биолабораториясы бар? Бар болса біз неге білмейміз, жоқ болса неге осындай ақпаратты әлеуметтік желіде тарататын адамдарға жүген салмайсыздар? Арыз бола тұра. Асхат Ниязовқа арыз жазғыш министрлік осыған шамасы келмей отыр ма? Бұл бірінші сұрақ. Екінші, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның басындағы дауды қашан шешесіздер? Сосын не ұсыну бұл? Бүкіл профессорлар, халық әртістері шағымданып отырғанда, сіздер Тасбергенованы апарып қоямыз дейсіздер. Осы дауды қашан шешесіздер, және консерваторияның жоспарланған ақшасынан 200 миллионды 25 жыл неге қысқартып отырсыздар? Тамара Қасымовна, алғашқы сұрақ сізге. Осымен сұрақ аяқталатын түрі бар. 90 минут өтті ғой енді. Сат болса біріншіден тестілеу жөнінде, егерде мына ұлттық тестілеу орталығының басшысын қою жөніндегі мәселе жөнінде менің алдымда мына ғылым және білім министрі отыр. Білесіздер, әр министрліктің өзіне қарасты мекемелерінде конкурстар жарияланады. Сол конкурстардың аясында мына министр мырза қабылдадық деп айтып отыр. Егерде ол азаматқа қарсы дау-дамайлар болып, ол сотты болып, болмаса басқа да бір қылмысты істері болатын болса, әрине ол конкурстан өтпес еді. Сондықтан да бұл мәселе жөнінде маған бір-екі рет сұрақтар қойылды. Егерде сондай дау-дамайлар болатын болса, оны қарастыруға дайынбыз. Ал енді ақындар жаңағы үйін жөнінде Ринат Рапқатұлы, бұл жөнінде мен сізге министрліктің, сіздің сүйікті мәдениет министрлігінің жауабын бердім. Ол жөнінде әлі Алматы қаласының әкімімен де жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы мекеме жөнінде, мынандай бос орындар жөнінде проблема бар. Сонда ол нені сұрақты мен өзімде әлі қалдырамын. Онан кейінгі мәселелеріңіз бойынша мәдениет министрлігі жауап берсін бе? Жаңа екі сұрақты қойып отыр. Мәдениет министрлігінің микрофонын қосыңыздар. Рахмет, құрметті Ержан Жақанұлы. Құрметті Ринат Рапқатұлы, сұрағыңызға рахмет. Шын мәнінде өте маңызды сұрақ. Ең алдымен мынау биолаборатория бойынша бұл ешкімге құпия емес. Біз ақпараттық шабуыл ретінде бұны тіркейміз. Бірақ алайда бірнеше рет сыртқы істер министрлігі, уәкілетті органдар нақты жауап берді. Қазақстанда ешқандай ақштың емесі басқа елдің биолаборатория жоқ. Тиісті ғылыми зерттеу орталығы бар. Ол толығымен мемлекет тарапынан қаржыландырады және отандық мамандар жұмыс жасайды. Сондықтан бұндай қауесек, яумаса басқа айтқанда фейк ақпаратқа, жалған ақпаратқа неше рет уәкілетті органдар, сыртқы істер министрлігі жауап берді. Екінші мәселеңізге, жауапқа тарту бойынша. Әрине біз мониторинг өткіземіз, алайда бұндай ақпаратты, жалған ақпаратты анонимді, бейресми телеграм арналар, яғни соның ішінде шетелдік арналар таратады. Нақты азаматтар бұндай бізде тіркелмеген. Біз қосымша мониторинг жасаймыз, сіздің ескертпеңіз қабылдаймыз, қосымша мониторинг жасаймыз, сізге жеке ретінде, егерде азаматтар болса, оның жұмысын тергеу және оларды жауапқа тарту мәселе бойынша сізге толығымен жауап береміз, егерде болса бұндай азаматтар. Ал мына Құрманғазы консерваторияға мәселесіне келсек, нақты айту бойынша, әрине кадрлық саясат министрлік және басқа да біздің ведомстволық бізге бағынысты ұйымдарды конкурстық негізіне өткізіледі. Оны басқа кісіні апару және оның қою барлығы конкурстық рәсім арқылы өткізіледі. Және 200 миллионға қатысты министрлік тарапынан бұл ақша әрине қысқартылған жоқ. Алайда министрлік тиісті өтінім берген кезінде, уәкілетті орган кезінде жалпы қысқарту мәселесі болған. Бұл мәселен біз күзге келіп, оралып, қосымша ақшаның, жаңа сіз айтқан 200 миллионды бюджет жоспарлауында қарастырамыз міндетті түрде. Рахмет.
Кім енді, оқу ағарту министрлігі ме? Мектептерде байланысты. Рахмет. Микрофон қосыңыздар. Құрметті Ринат Рифқатұлы, ешқандай заңда, ешқандай қаулыда да мектепте ақша жинау мәселесі қарастырылмаған. Бұл заңсыздық. Сіздің бұдан бұрын көтерген мәселелеріңіз бойынша әрбір фактыларды біз жұмыс тәртібінде сізден алдық. Тиісті заң органдарына біз жолдаймыз. Өз тарапымыздан да қандай да жағдай осындай мәлім болған жағдайда біз бірден оны құзыретті органдарға жолдап отырамыз. Рахмет. Жақсы. Бір ғана айта кететін мәселе осы сұрақ бойынша. Қазақстанда ешқандай биолаборатория басқа мемлекеттің жоқ. Ол туралы құзыретті органдар, сыртқы істер министрлігі де нақты бірнеше рет мәлімдеме жасаған болатын. Сонымен нақтылап тағы да айтып қойғым келеді. Ал енді қауесет сөз, басқа өсек сөз, оның бәрін тыңдай берудің қажет жоқ деп мен ойлаймын. Әріптестер, парламенттік сессия аяқталып келеді. Бірақ бұл тек заң қабылдау жұмысында ғана 2 ай үзіліс болатынын білдіреді. Ал депутаттардың қызметі жалғаса береді. Өңірлерге барып, жұртшылықпен жүздесетін боламыз. Ел президенті депутаттардың өңірлерге барып жұмыс істеуі маңызды екенін ерекше атап өтті. Сайлаушылардың мұқтажын өз аузынан тыңдап білу бізге берілген зор мүмкіндік. Болашақта мұның бәрі жаңа заңнамалық бастамалар мен депутаттық сауалдарға негіз болатын болады. Құрметті әріптестер, сөзімді қорыта келе, сіздерге сессия барысында нәтижелі жұмыс істегендеріңіз үшін рахмет айтқым келеді. Бірлесе жұмыс атқарған үшін үкіметке тағы да алғыс айтамын. Жұмысымыздың объективті түрде жариялап көрсеткен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне де ерекше ризашылық білдіремін. Баршаңызға зор денсаулық, тың идеялар мен толайым табыс тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді құрметті депутаттар, мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын. Сау болыңыздар.